Көп адамдар ұйқы безі қабынуы десе, ұйқым дұрыс емес, дұрыс ұйықтай алмай жүрмін деп қателесіп жатады. Бұл без астық қорыту қызметін атқарады. Тақырыпты бастамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сол кезде келесі пайдалы ақпараттарды бірінші болып көре аласыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естімеген пайдалы ақпараттар болатынына сенімдімін. Видеоны жанашыр жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ұйқы безі ішкі және сыртқы секреция безі. Сыртқы секреция безі ретінде ол ас қорыту ферменттеріне бай ұйқы безін сөлін бөледі. Ұйқы безі ас қорыту жүйесінің органдарына жатады. Өйткені ол ақуызды, көмірсуларды және майларды қорытуға арналған көп көлемдегі фермент бар ұйқы безі сөлін шығарады. Екінші қызметі инсулин гормон бөледі. Ол глюкозаны жасушалар мен тіндерге тасымалдауға көмектеседі. Бұнда ол энергия көзіне айналады. Осылайша оның қандағы деңгейін төмендетеді. Ұйқы безінің аурулары өзекті медициналық мәселе болып отыр. Соның ішінде панкреатит өлім-жітім саны көп болатын ең қауіпті патологиялардың бірі болып саналады. Бұл видеода созылмалы панкреатит жайында айтатын боламыз. Созылмалы панкреатит ұйқы безінің паренхимасы склерозданып, оның экскреторлық және инкреторлық жетіспеушілігі дамитын созылмалы қабынуы. Созылмалы панкреатит таралу жиілігі 9% құрайды. Созылмалы панкреатит себебіне байланысты бірінші және екінші ретті болып бөлінеді. Бірінші ретті созылмалы панкреатит алкогольдік, алиментарлық, тұқым қуалайтын болып келеді. Екінші ретті созылмалы панкреатит қосымша ауру ретінде өт жолдарының ауруларында, созылмалы гепатиттерде және бауыр циррозында, жара ауруларында, созылмалы гастриттер мен дуодениттерде, жаралы колитте және басқа ауруларда кездеседі. Алкоголь текті созылмалы панкреатиттің жиілігі орташа есеппен 60% құрайды. Созылмалы панкреатиттің алиментарлық себептеріне майлы және өткір тамақты қолдану, тағамда белоктың азаюы жатады. 10-15% жағдайда созылмалы панкреатит себебі белгісіз болып қалады. Өт жолдарының аурулары, созылмалы холецистит, өт тас ауруы, созылмалы панкреатит дамуында екінші орын алады. Бұл топқа жататын аурулар көбіне әйелдерде кездесетін созылмалы панкреатиттің себебі болып табылады. Екінші ретті созылмалы панкреатит себептеріне көрсетілген аурулардан басқа ұйқы безінің инфекциялық зақымданулары, гипопаратиреоз, дәрілік зақымданулар, сульфаниламидтер, бейстероидті қабынуға қарсы дәрілер, диуретиктер және ұйқы безінің жарақаттары жатады. Көрсетілген барлық себептердің ең жиілері алкоголь мен холелитияз, яғни өтте тас жиналу. Ұйқы безінің зақымдануы негізін аутолиз процестері, ұйқы безінің өз ферменттерінің әсерінен өзін-өзі қорытуы құрайды. Созылмалы панкреатиттің клиникасына келетін болсақ, созылмалы панкреатиттің басты белгілеріне іштің ауруы, ас қорытудың бұзылу белгілері, яғни диспепсиялық симптомдар, ұйқы безінің сыртқы секреторлық және инкреторлық функцияларының бұзылу белгілері жатады. Ең басты симптомы іштің ауруы. Ауырғандық орны белгілі бір шамада ұйқы безінің қай бөлігінің басым зақымдануына тәуелді болады. Ұйқы безінің басы зақымданғанда ауырғандық эпигастридің оң жағында, оң жақ қабырға астында орналасады. Бездің құйрығы қабынғанда ауырғандық сол жақ қабырға астында сезіледі. Ұйқы безі түгел қабынғанда ауырғандық іштің жоғарғы жартысын қамтиды және оның орап ауру сипаты болады. Шаншып, күйдіріп, тесіп ауру байқалады. Ауырғандық науқас шалқасынан жатқанда күшейе түседі. Алға еңкейіп отырғанда азаяды. Ауырғандық жиі тойып тамақ ішкеннен кейін, өткір, майлы тамақтан кейін, ішімдіктен кейін пайда болады. Антисекреторлық препараттар, панкреатин, крион қабылдағаннан кейін тоқтайды, немесе азаяды. Ауырғандықтың белгілі бір тәуліктік ырғағы болады. Түске дейін ауырғандық онша мазаламайды. Түстен кейін күшейе түсіп, кешке қарай ең күшті күйіне жетеді. Ауырғандықтың пайда болу тегі күрделі болып келеді. Олардың негізгі себептері ұйқы безі түтіктерінің ішіндегі қысымның көтерілуі. Диспепсиялық симптомдардың
белгілеріне тәбеттің төмендеуі мен жойылуы, ауа кекіру, сілекей ағу, жүрек айну, құсу, метеоризм және панкратигендік іш өту жатады. Құсу жеңілдік тудырмайды. Ұйқы безілік іш өту және ұйқы безінің сыртқы секреторлық функциясы бұзылу белгілері ауру ұзаққа созылғанда және ауыр дамығанда бой көрсетеді. Іш өту ұйқы безі ферменттерінің бөлінуінің бұзылуы мен ішектік ас қорытудың бұзылуына байланысты туындайды. Бұл кезде қорытылмаған май қалдықтары мен тамақ қалдықтары бар нәжіс бөлінеді. Яғни майдың қорытылмау кезінде нәжістің майлы жылтыры болады. Нәжіс унитазға жұғып қалып жуылмайды. Егер бездің 3/2 бөлігі сақталған болса, без майды қорыта алады. Бездің сақталған мөлшері одан аз болса, липаза аз өндірілетіндіктен стеаторея көрініс береді. Белокты қорыту үшін ұйқы безінің жарты мөлшерінің сақталғаны жеткілікті. Белок қорытудың бұзылу белгісі креаторея, нәжісте бұлшықет тіндерінің қалдықтарының болуы. Аз қорытылу мен сіңудің бұзылу белгілеріне гиповитаминоздар, электролиттік бұзылыстар, анемия жатады. Ұйқы безінің басым қабынса, механикалық сарғыштыққа тән шағымдар пайда болады. Ұйқы безінің инкреторлық жетіспеушілік белгілерін қант диабетінің белгілері мен глюкозаға толеранттылықтың бұзылуы құрайды. Созылмалы панкреатитпен ауыратын кейбір науқас адамдар ипохондрия белгісі, астеновегетативтік, астеноневроздық симптомдар байқалады. Бұл ауру адамдарға қарағанда терінің құрғақтығы, лак тәрізді тіл көрінеді. Іш күшті ауырған кезде науқастың төсекте мәжбүр қалпы алға қарай еңкейіп отыру анықталады, яғни үтір сияқты қалып. Іштің, кеуденің, арқаның терісінде көлемі әртүрлі 1-3 мм дөңгелек, қызыл немесе лағыл түсті дақтар, қызыл тамшылар симптомы немесе тужелин симптомы мен ұйқы безі тұсы терісінің қоңыр түсі көрінеді. Бұл симптомдар активтенген ұйқы безі ферменттерінің әсерінен пайда болады. Ұйқы безі ауырған адам өз бетінше ауруды басатын дәрілер қабылдауға болмайды. Емдеудің халық арасында таралған әдісін қолданбау керек. Себебі бұл аурудың асқынуын арттыруы мүмкін. Ауырсыну симптомы пайда болса, немесе осы аталған жоғарыдағы клиникалық белгілер пайда бола қалса, дәрігерге жүгіну керек. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Деніңіз сау болсын. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.